Адам болғандықтан санаңызға түрлі ой келеді. Бірде жаман, бірде жақсы. Тіршілік иесі ретінде ойланбай жүре алмайсыз. Ойсыз өмір сүру мүмкін емес. Дегенмен, ойлау жүйеңіздің бәрі жағымды болып келе бермейтіні тағы бар. Ал жағымсыз ойлар тек тығырыққа тірейді әрі шаршатады. Ең алдымен беймаза, қырт ойдың бәрі эмоция екенін ұмытпағанымыз жөн. Ал эмоцияның ақылға ерік бермейтінін жақсы білеміз. Эмоция ақылсыз, санасыз, бейсана болатыны рас. Ығыры шыққан ойдың бәрі қорқыныш пен үрейден, комплекстен туған нәрселер. Ол адамды іштей, жегідей жеп қажытып жібереді. Әрине, негатив ойдың кейде пайдалы жақтары да бар. Мәселен, өмірге басқалай қарауға, мәселемен қиындықпен бетпе-бет келуге әсер етеді. Сол арқылы қиындықтарды реттеуге, шешуге болады. Бірақ негатив ойдың бәрі жақсы деген сөз емес. Кейбірі ғана шынайы іске жетелеуі мүмкін. Көбі адамды жоқтан өзгеге бас қатырудан, ішкі дертке шалдықтырғаннан басқа пайдасы жоқ. Бәр жағдайға байланысты. Күйзеліс пен жаман ойлардан арылудың жолдары өте көп. Ол үшін адамның неге уайымдап, неден қайғы жегіп жүргенін ескерген жөн. Не үшін өз өмірін өзі құртып, өзін батпаққа батырып жатыр, соны да ойлаған абзал. Барынша жаман ойлардан арылуға тырысу қажет. Әйтпесе ауруға шалдығуыңыз мүмкін. Аурудың көбі қайғы мен уайымнан. Сонымен жаман ойдан арылудың бірнеше техникасы бар. Егер видео ұнаса, лайк басып пікір қалдырып кетіңіздер. Керек техникаларды, ақыл-кеңес, пайдалы кеңестерімізді қойын дәптеріңізге түртіп алыңыздар. Бірінші, физикалық күштің көмегіне жүгіну. Спорттық жаттығудың негатив ойдан алаңдауға көмектесетіні бұрында дәлелденіп қойған. Тіпті аз жүгірудің немесе жеңіл жаттығудың өзі жаман ойдан жақсы құтқарады. Жаттығу жасауды күнделікті әдетке айналдырған жөн. Толыққанды спортпен айналысуға уақыт болмаса да жеңіл жаттығу жасаңыз. Бөлменің ішін айналып біраз жүріңіз. Басыңызды, иығыңызды және қолыңызды айналдырыңыз. Егер күнде оңай жаттығу жасап жүрсеңіз, көңіл күйіңіз әдеттегіден көтеріңкі болатынын байқайсыз. Егер фитнеске, спорт залға барып жаттығуға мүлде уақытыңыз болмаса, немесе мүмкіншілігіңіз болмаса, үйде отырып та түрлі жаттығулар жасауға болады. Екінші, әр нәрседен проблема көрмеу. Болмайтын нәрсенің өзінен проблема ойлап табу әдеті көңіл күйіңізді бірден бұзып жібере алады. Көбіне адамдар проблеманы өздері ойлап табады, ал оның қорқынышты салдары қиялдан туады. Сондықтан асығыс шешім қабылдамауды үйреніңіз. Нашар эмоцияның пайда болуына ықпал ететін әр жағдайды сабырмен ойланып ақылға салып көру керек. Бұл шынымен де ауыр жағдай ма? Әлде аса уайымдайтын ештеңе жоқ па? Жағдайға анализ жүргізген соң жаман ойдың біразы қолдан жасалған түсінесіз. Үшінші, жақындармен бөлісу. Кейде жабысқақ ойдан арылудың дұрыс жолы ол дыбыстау, яғни ішіңіздегі эмоцияны сыртқа шығару. Уайымыңызды жақындарыңызға айтыңыз, олардан кеңес сұраңыз, немесе жай ғана ішіңіздегін сыртқа шығарыңыз. Олардың ойын естіген соң жағдай сіз ойлағандай қиын емес екенін түсінуіңіз әбден мүмкін. Ал егер жағдай шынымен де ауыр болса, жақындарыңыздың қолдауы, олардан көмек сұрауға еш қысылмаңыз. Жағдайға басқа қырынан қарайтын адаммен сөйлескен соң шешім табу жеңілдей түседі. Оған қоса адам ішіндегісін біреуге айтқан соң міндетті түрде жеңілдеп қалады. Төртінші, сергу. Басыңыз жаман ойларға толып тұрған кезде судан жақсы көмектесетін нәрсе жоқ. Бұл адамның жан дүниесін тыныштандырады. Мүмкіндік болса, бассейнге барып жүзіңіз. Ол бір уақытта су процедурасы және физикалық белсенділік болады. Бірнеше минуттың ішінде бойыңыздағы ауыр күш түсіп, негативтен жағымды ойларға ауыса бастайсыз. Жаман ойлардың себебінен ұйықтай алмасаңыз, жатарда ваннаға суға түскен жөн, ал босаңсытып тыныштандырады. Сол секілді душқа түсуге де болады. Бесінші, жақсы нәрселерге ғана мән беру. Әлемде жаман нәрселер аз емес, бірақ онда жақсы заттар да жеткілікті. Әлем қызықты әрі жағымды заттар мен қорқынышты сәттерге толы. Зейініңізді осындай жағдайларға қойыңыз және әр күніңізді кішкене болсын жақсы етудің жолдарын іздеңіз. Достармен кездесіңіз, кино немесе концертке барыңыз, өзіңізге сыйлық алыңыз, жақсы кітаптар оқыңыз, ютубта немесе басқа да позитивті каналдарды көріңіз, көңілді ән тыңдаңыз. Содан соң келесі кезеңге өтіңіз. Достарыңызбен немесе жақындарыңызбен тек позитивті
позитивті әңгімелер айтуға тырысыңыз. Жаман нәрсені мүлдем айтпауға тырысыңыз. Дәл сол уақытта шешу керек проблема болмаса, олармен оны талқыламауға тырысыңыз. Агрессивті пікірталасқа қатыспаңыз. 6. Үйді реттеу. Үйдің іші, жалпы айналаңыз реттеліп тұрса, ойларыңыз да сондай болады. Үйге толық тазалау жұмысын жүргізу немесе бөлменің ішін басқаша жайғастыру проблемалар мен уайымнан жақсы алаңдатады. Оған қоса таза әрі рет-ретімен тұрған жерде отыру жағымдырақ. Сондай-ақ заттарды тексерістен өткізу өзіңізді түсінуге көмектесетін әдістің бірі. 7. Өзіңді қабылдау. Егер барлық негатив ойлардың себебі өзіңіз болсаңыз, өзіңізді қабылдауға тырысыңыз. Барлық адамда кемшілік болады. Сондықтан үнемі әр нәрсеге өзіңізді кінәлай беруге болмайды. Одан жағдай өзгермейді. Өзіңізді сынай бергеннен жағдай тек нашарлай түседі. Созылмалы күйзеліске ұшырауыңыз әбден мүмкін. Сіз жаман деп санайтын қасиетіңіздің жақсы жағын көруге тырысыңыз. Өзіңізге анализ жүргізудің әдістері көп. Оның ең қарапайым түрі өзіңізге сырттан қарау. Ол қасиетіңіз шынымен де сондай жаман ба? Өзіңізге өте қатал емессіз бе? Егер ол шынымен сізге жағымсыздықтар әкелсе, одан арылу үшін не істей аласыз? Осылайша ары қарай өз-өзіңізді дамытуды қолға алыңыз. 8. Қазіргі сәтпен өмір сүріңіз. Сол кезде басқаша істегенімді қалай болар еді деген секілді ойлардан арылыңыз. Қазіргі уақытта өмір сүру керек. Өткізіп алған мүмкіндіктерді немесе қателіктерді ойлаудың қажеті жоқ. Бүгін олардың ешқайсысын өзгерте алмайсыз. Ендеше оларды ойлай берудің де мәні жоқ. Сол жағдайдан қандай тәжірибе алуға болатынын ғана ойлауға болады. Бірақ бұл анализге көп уақыт кетірудің қажеті жоқ. Бұл сіздің өміріңіз, сіздің негативті ойларыңыз, жаман ойларыңыздың басқа адамға мүлде қажеті жоқ. Өз ойыңызбен өзіңіз күресіңіз, өзіңіздің денсаулығыңызды ойлаңыз, тек өзіңіз үшін ғана өмір сүріңіз, не істесеңіз де тек өзіңіз үшін ғана жасаңыз. Тек жақсы ой ойлап, энергияңызды арттырып, жақсы іспен әрекет жасаңыз. Тек қана әрекет жасау керек бұл жерде. Негативті ойлардың денсаулығыңызға өте зиян екенін бірінші кезде ұғынғаныңыз жөн. Денсаулық тек сізге ғана керек. Деніңіз сау болса ғана сіз өмірге күліп қарай аласыз. Сондықтан тек өзіңіз үшін ғана өмір сүріңіз, өзіңді сүйіңіз, өзіңізді тәніңізді жақсы көріңіз, айнаға қараңыз, бет күтіміңізге көңіл бөліңіз, дене бітіміңізге көңіл бөліңіз. Сіз арықсыз ба, толықсыз ба, қара торысыз ба, ақсыз ба, мейлі қандай барсыз солай өз-өзіңізді қабылдаңыз, өз-өзіңізді сүйіңіз. Тіпті өз-өзіңізбен оңаша қалудың да өте пайдасы зор. Сыртқа шығып өзіңізбен өзіңізді серуендеңіз, сауда жасаңыз, шопинг жасаңыз, өзіңізге ұнайтын киімдерді алыңыз. Өз-өзіңізбен отырып бір шыны кофе ішудің өзі сіздің денсаулығыңызға үлкен пайда тигізіп жатады. Сөздік қорыңызды өзгертіңіз. Ешқашан мүлде деген сөздерді сөздік қорыңыздан алып тастаңыз. Көп ойланбай, көбірек әрекет істеңіз. Әрекетке берекет деген бар. Ойлана берсеңіз, жағымсыз ой мен естеліктердің шырмауына түсе бересіз. Ал өзгелер жайлы мүлдем ойламаңыз. Өсек аяңнан өзіңізді алыс ұстаңыз. Өзіңіз жақсы көретін, өзіңізді бақытқа, қуанышқа бөлейтін істермен айналысыңыз. Қуанып жүрсеңіз, жағымсыз ойдан ада боласыз. Өзіңіз де қуанышыңызды бұзғыңыз келмейді. Жақсылық жасаңыз, қайырымды істер істеңіз, айналаңызға мейірімділік танытыңыз. Біреудің өміріне, санасына шуақ шашуға, өзгелерді қуантуға тырысыңыз. Жақсылықтан ләззат алу ғанибет. Басыңызға келген негатив, яғни жағымсыз ойдың бәрін қағазға жазып отырыңыз. Ашулансаңыз, біреуге ренжісеңіз, біреуді жек көрсеңіз, қызғанып қалсаңыз, бәрін жазыңыз. Ішіндегіңіздің барлығын қағазға түсіріп жеңілдейсіз. Жазудың құдіреті сол. Сізді тереңдетеді. Жақсылық болса артады, жамандық болса жуылады. Иманыңыз, ақылыңыз болса, жаман ойыңызды жазып болған соң қайта оқығанда өзіңізге күлкілі көрінеді. Олай болмаса, өзіңізді зорлықпен өзгертуге, ішіңіздегі жаман нәрсені шығарып тастауға тырысыңыз. Ол үшін жазған барлық негатив ойыңызды позитивке айналдырып жазып шығыңыз. Мысалы, сіз біреудің сізге әділетсіз жасағанын, не елді алдап, азғырып жүргенін ашуландырды дейік. Ол сіздің не елдің саналы, мықты болуын талап етіп отырған нәрсе.
ол қайрақсыз пышақсыз. Біреу негатив айтып жатса, жай күліп қоя салыңыз. Езу тартып күлгенде жағыңыздың бұлшық еті жиырылады. Ол миға күліп жатыр деген сигнал береді. Нәтижесінде ми негатив ойдан шығарып тастайды. Бұл ғалымдардың зерттеп жазғаны. Өміріңіз, әр күніңіз сәнді, мәнді болсын. Пайдалы кеңестер арнасына тіркеліп, пікір қалдырып кетіңіздер.